Первый раунд. Салмақ дәрежесі бар екенін білеміз. Сол категорияда жұдырықтасады бұлғар қолғап шеберлері. Сонымен алғашқы раунд мінекей Сафиннің аяқ қол ұзын екенін көріп отырмыз. Сол басымдықты барынша пайдаланатын анық. Мінекей алдың қолмен әзірше қарсыласты жақындатпайды. Тамаша апперкот. Джеб мінекей. Ішке жақсы қазір Елдар Айдаровтың ішке джебін жақсы көрдік. Айдаров қазір артқы қолдың соққысын дайындап жүрген секілді бұл жерде. Тамаша мінекей. Сафиннің шабуылы әзірше жаман емес. Соққылардың барлығы қарсыласқа дөп тиюде. Мінекей енді ғана Елдар Айдаров жақсы өткізіп жіберіп жатыр қарсыласының. Тамаша мінекей бүйірден сериялы соққысы Айдаровтың. Шамасы бұл раунд, бұл жекпе-жек уақытынан бұрын аяқталатын секілді. Қазір ара қашықта жақындатпайды Сафин. Өзіне оңтайлы ара қашықта жұдырықтасуда. Мінекей бүйірден жақсы. Қазір Айдаровқа барынша ара қашықта жақындату керек. Жақын ара қашықта жұдырықтасқан ыңғайлы. Айдаровтың соққылары жойқынырақ секілді. Тамаша қазір қарымта шабуылда өте жақсы күтіп алды Айдаров. Дегенмен аздаған басымдық Сафиннің еншісіне секілді бұл жерде. Мінекей алдың қолмен қазір түртпектеп артқы қолдың соққысын дайындап жүр. Бүйірден дегенмен өткізіп жүрді бұл соққында Елдар Айдаров. Апперкот, екі бірдей соққысы өтіп кетті қазір Данияр Сафиннің. Елдар Айдаровтың құлаштай ұрған соққысы екеуді қазір қорғанысқа тиді. Жеп, мінекей. Сонымен 30 секундтай уақыт қалды алғашқы раундтың аяқталуына. Тамаша бүйірден қазір. Артынша джеб. Бұл жерде босаңсуға болмайды. Елдар Айдаров шоу көрсеткісі келген секілді. Соққыларды өзіне көп қабылдап жатыр қазір Айдаров. Әрине бұның өз әсері болатын анық. Тамаша қазір құлаштай ұрған соққысы Сафиннің дегенмен. Қарсыласқа дөп тиген жоқ бұл соққы. Айдаровтың шабуылы қазір. Сонымен алғашқы раунд аяқталды. Дамы и господа, турнир РД Промоушен проходит при поддержке нашего генерального партнера букмекерской компании Алимбет. Алимбет номер 1 в Казахстане. У наших партнеров проходит грандиозная акция Nitro Cap, где главный приз новенький спортивный купе. Подробности ищите на сайте alimbet.kz. Акция проводится в информационных целях без призыва к участию в азартных играх. Алимбет РД Промоушен. Партнерство силы, духа и победы. Алғашқы раундтың жарқын сәттері назарларыңызда. Алғашқы раундта аздаған басымдық Данияр Сафиннің еншісіне болғандай. Сонымен көрек екінші раундта қандай қызық болады екен. Итак, завершился первый раунд поединка между Елдаром Айдаровым и Данияром Сафиным. Очень уважаемые секунданты, покиньте периметр ринга. Показали вот этот отрезок. Оба боксера, которые сегодня свои первые поединки проводят в профессиональном боксе. Но если Елдар Айдаров выступает в промоушенах, в лигах по кулачным боям, решил попробовать он свои силы вот именно в боксе профессиональном. В принципе, плюс-минус одного уровня боксера, если брать разрез их выступления любительской карьеры. Данияр Сафин представляет команду МД Боксинг из города Алматы, который основан известным казахстанским тренером Медел Джумашевым. Большое количество боксеров очень высокого уровня подготовил этот специалист. Вот ребята, помимо того, что
выступают в составе национальной сборной Казахстана по возрастам, начиная от юношеской и взрослой сборной. Сейчас мы видим уже его учеников, выступающих в профессиональном боксе. Ну, по первому раунду, конечно же, отмечаем мы, что очень мощные удары у Айдарова в ряде моментов, особенно вот здесь, когда мы находимся в углу ринга, в непосредственной близости, видим, насколько тяжелые удары пробивает Айдаров по сопернику. Но надо отдать должное Сафину, который очень хорошую выдержку проявляет. Он понимает, что в ближнем бою сейчас зарубаться с соперником смысла нет, поэтому держит такую удобную для себя дистанцию. Здесь пропустил удар. И так всем видом показал, что все нормально, готов к продолжению поединка. Вновь хороший боковой в исполнении Айдарова. Там рефери так внимательно наблюдает за ходом этого поединка для того, чтобы вдруг в случае чего вмешаться и остановить. Понятное дело, что в первую очередь важно сохранить здоровье спортсменов. Оно превыше всего. В целом же, я еще раз отмечу, как говорил в самом начале трансляции, сегодня у нас очень интересный карт. Большое количество хороших боксеров мы с вами увидим, в том числе ребят, которые некогда представляли национальную сборную Казахстана в любительском боксе. В частности, Дулат Бигбаов сегодня будет выступать. Финалист чемпионата мира по боксу 2023 года в Ташкенте. Илья Калинин. Ну и большое количество других ребят. Об этом мы еще с вами поговорим. Вот у нас самая концовка второго раунда. Второй раунд завершен. Даниэра Сафина и Эльдара Айдарова сейчас показали режиссеру трансляции. Ну и, конечно же... Друзья, пока боксеры отдыхают, хотелось бы сообщить, что сегодня от наших партнеров компании Олимбет на арене проходит розыгрыш современного смартфона. Узнать детали и принять участие можно у Олимбет Герл. Ждут вас на главном входе Балуан Шалака. Итоги подведем перед главным боем вечера. Прямо в ринге. Не упустите стать частью этого шоу и забрать крутой приз от Олимбет. А этот поединок рассчитан на 4-раундовую дистанцию. И прямо сейчас состоится третий раунд. Мы говорим, чтобы секунданты покинули пределы ринга, а наши болельщики и зрители поддержали спортсмена! Я қадірмен көрермен, 3-ші раундта Эльдар Айдаров өте жақсы өткізді. Алғашқы раундта, 2-ші раундтан нақтырақ айтсақ, мінекей 3-ші раунд енді. 3-ші раундта да сол қарқынмен жалғастырса, жалпы жеңісі жұлып алуы әбден мүмкін. Жақын ара қашықтықта қазір жұдырықтасуға тырысып жатыр Айдаров, тамаша. Өзіне оңтайлы ара қашықтық. Тамаша, мінекей тағы да солы. Бір соққысы құлаштай ұратын. Бұл соққы қарсыласқа дөп тиіп жатыр. 2-ші раундта біршама өтті. Ал Данияр Сафинға барынша қарсыласты жақындатпау керек. Қолының ұзындығын барынша пайдаланған жөн. Тамаша, сол қолмен мінекей енді, алдын қолмен тағы бір жақсы оверхенд соққысы өтті бұл жерде. Дегенмен аса бір жойқын емес бұл соққылар. Жекпе-жектің қарқыны алғашқы раундтағыдай емес. Тамаша, мінекей 2-1 соққысы қазір Данияр Сафиннің, бірақ соққылардың басым бөлігі қазір қорғанысқа тиіп жатыр. Қарсыласта бір есеңгіретіндей соққы көріп тұрған жоқпыз әзірше. Тамаша, Эльдар Айдаров
Қорғанысы да әзірше жаман емес. Соққыларды қалай өткізіп беріп жатыр қазір. Ағы бір екі соққы доп тиді Айдаровтың орнауында. Данияр Сафин да барынша соққы дартуға тырысып жатыр, бірақ соққылардың басым бөлігі қорғанысқа тиіп жатыр, иә? Сафин. Тамаша шабуыл қазір Елдар Айдаровтың орындауында. Сонымен 1 минуттай уақыт қалды. Бұл жекпе-жекте спортшылар функционалдық тұрғыдан шаршай бастады. Мінекей құлаштай ұрған соққысы Данияр Сафин дер кезінде өткізіп жүрді қазір Елдар Айдаров. Қазір Данияр Сафинге ауызша ескерту береді бұл жерде. Жоғары ұру керек. Бүйірден мінекей. Соңғы секундтар қазір раундтың соңғы жағын алып кетуге тырысу керек барынша. Мінекей Айдаровтың шабуылы. Оң қол соққысын дайындап жүр қазір Айдаров. Оверхенд тағы бір ішке көрді. Сонымен 3-ші раунд өз мәресіне жетті. Бізде алда соңғы раунд бар. Және бір шешуші раунд десек те болады соңғы раундта. Промоутерская компания Ирфин, компания Арбис, әзірше Казахстан и Казак бренд. Әзірше тең дәрежелі жекпе-жекті куәсі болып отырмыз. Мінекей қазір қос боксшының бұрышындағы бапкерлер не айтатыны қызық болып тұр. Қандай нұсқаулық береді, қандай ақыл кеңес айтады қазір. Жарқын сәті мінекей 3-ші раундтың. Я уверен, что настроение у наших болельщиков на высоте, потому что очень ярким поединком начался наш сегодняшний турнир. То ли еще будет. Как настроение, Балуан Шула? Seconds out. Уважаемые секунданты, покиньте ринг. Сонымен 4-ші және шешуші раунд. Красный угол выходит. Стульчик убирай. Давай ему эти пушки заряжай. Выходим, красный угол. Внимание, 4-й. Заключительный раунд. Ну что ж, друзья, небольшая такая заминка у нас произошла. И 4-й раунд боя наступает. Очень зрелищный поединок выдают боксеры бескомпромиссно. Заключительная 3-минутка, решающая. Конечно же, нужно выкладываться по максимуму, на полную. Очень хорошо сейчас посмотрите, как Айдаров взрывается, сжимал у канатов своего соперника. В целом, уже по ходу трансляции отмечали то, что у Айдарова жесткие, плотные удары. Акцентированно прям он бьет и работает сериями. Двоечки, троечки в его исполнении очень хорошо залетают. Еще посмотрите, какая серия ударов пошла. Причем попадает в цель. Немножко же сам сразу назад начал пятиться. Вот так вот взрывами работает. Комбинационная работа от Данияра Сафина, и Айдаров там всем видом показал, что все удары Сафина пришлись по перчаткам, и никакого урона ему не было.
Işlemasa küçük atkolun be. Atkol, primoy sboku. Yıldar atlas sezmesin. Destek! Последние секунды поединка пошли. Видно, что боксеры выложились по максимуму по ходу боя. И так вот из последних сил уже пытаются друг друга атаковать. Тайм теперь там уже отсчитывает 10 секунд. Да, не стали проводить ударную концовку. И ни Айдаров, ни Сафин. Бой завершен. Ждем мы вердикта судейской коллегии. Какое же будет сейчас решение. Такой улыбчивый парень. Эльдар Айдаров улыбается в камеру. Ya qadrmen көрермен, өте тартысты жекпе-жек өтті. Сонымен төрешілердің шешімін күтейік. Санаулы сәттен кейін мінекей. Төрешілердің шешімі белгілі болуы тиіс. Уважаемые дамы и господа, по итогам 4-раундового боя единогласным решением судей победу одержал боксер из синего угла Эльдар Айдаров. Эльдар Айдаров қадірмен көрермен төрешілердің Аплодисменты его бір ауыздан сопернику шешіммен жеңіске жетті. Сафи.